Қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы, ерекше сабақ. Себебі біз марафонымызды жалғастыратын боламыз, және де бүгінгі тақырып немен байланысты деп ойлайсыздар? Жалпы қай тақырыппен байланысты деп ойлайсыздар? Жалпы бүгінгі сабағымыз бізде сандармен байланысты, яғни сан есім тақырыбы жайынан болады. Жақсы, біз бірінші сұрағымызға көшсек. Күрделі сан есімді табыңыз, иә? Күрделі сұрақтан бастадық, бірақ ештеңе етпейді. Біз бәріне дайын болуымыз қажет. Жақсы, бірінші сұрақ. Мұқият оқимыз, мұқият. Сан есімді табыңыз. Қандай күрделі? Миллион, жүзінші, мыңдаған, 59. Қайсы деп ойлайсыздар? Жалпы енді жауабы өте оңай. Дұрыстап қарауға қажет. Дұрыстап қарасаңыздар, жауабы айдан анық 59. Қайтып оралайық. Мына қараңыздаршы, күрделі деп тұр, иә? Миллион, жүзінші, мыңдаған, олар күрделі сан есім болып санала ма? Иә, олар күрделі сан есім бе? Жалпы күрделі сөз бе? Жоқ. Олар күрделі сөз емес. Иә, миллион күрделі болып естілгенімен ол күрделі сан есім емес. Мыңдаған, иә, даған деген таған деген, иә, жүзінші, інші деген не жалғанып тұр, иә? Жалпы қосымша жалғанып тұрғанымен бұл жерде жұрнақ негізі, иә? Жұрнақ жалғанғанымен ол күрделі сан есім болып саналмайды ғой, иә? Мәселен, қараңыздар енді. Қараңыздар. 59. Бұл бізде күрделі сөздің қай түрі? Бұл бізде тіркескен, иә? Тіркескен сөздер, иә? Тіркесіп тұр ғой. 59 екі сөзден, яғни екі түбірден құралып тұр ғой жалпы біздің тіркесіміз. Мәселен, иә? Осы жерде, осы нұсқасы екі түбірден құралып тұр. 50 және 9. Және де олар тіркесіп тұр. Яғни бұл бізде күрделі сөз. Қайталап кетейікші, жалпы күрделі сөздердің қандай тағы түрлері бар жалпы күрделі сөздер. Күрделі сөздер бізде біріккен сөздер, екі не одан да көп түбірлердің бірігу нәтижесінде пайда болған сөздер, иә? Күрделі сөздер, күрделі деп қой, тіркескен сөздер, осы бірнеше түбірдің бір-бірімен тіркесіп келуі. Қысқарған сөздер, иә, қысқарған сөздер бізде күрделі сөздерге жатады. Және де қос сөздер, олар енді дефис арқылы жазылады. Бұны енді білетін шығармыз, иә? Өзі екі түрге бөлінеді. Жарайды. Екінші сұраққа көшейік. Жақсылап оқиық. Сан есім мағынасына қарай неше түрге бөлінеді? 4, 5, 6, 7. Мағынасына қарай, иә? Мағынасына қарай. Қараңыздар, мағынасына қарай 6 түрі бар. Біз сол 6 түрі, енді 6 түрі жайында қазір, біз енді қазір сол 6 түрін жақсылап меңгеру үшін практика жасайтын боламыз, яғни тест өтеміз, иә? Соған байланысты сұрақтар өтеміз, яғни тест өтеміз. Жақсы. Осы міндетті түрде қайталап алыңыздар. Көп оқушылар, бұл негізі енді сан есім деген тақырып қатты қиын емес. Мен шын айтайын, қазақ тіліндегі енді білмеймін, енді оңай да емес, қиын да емес, енді жалпы сондай тақырып. Бірақ енді көп оқушылар осы сан есімнің мағыналық түрін көрсе, сосын тағы өзі үшеу бар. Үстеу бар бізде, сан есім бар, сосын қайсы еді? Үстеу, сан есім, сосын есімдік. Осы үшеуінің мағыналық түрлері көп болғаннан кейін ылғи жаттағысы келмей, қиналып. Енді мен бірден айтайын, сіздерге жаттаудың қажеті жоқ осы жерде. Жаттап, оны қиналудың қажеті жоқ. Шын айтайын сіздерге. Түсіну қажет оны. Оны түсініп жаттасаңыздар, енді түсініп жаттау деген қалай, осының бәрін енді ұбт сырлары деген енді бірер күннен кейін түсіретін видеомда айтатын болам. Жалпы қалай дайындалу керек, жалпы сол жайынан мен өзімнің кеңесімді айтатын болам. Жақсы, жалпы осы айтқым келгені, сан есімнің мағыналық түрлерінен қорықпайықшы. Бұл қатты қорқынышты емес нәрсе. Оны жай ғана түсіну қажет. Барынша түсініп, қалай айтсам болады,
абай айтады ғой, абай атамыз айтады ғой, егер білім ғылымға мейірленіп қарасаңыздар, ол өзі ақ сізге мейірленіп тез қолға түседі. Бұны бәріміз білеміз. Жақсы, неше мағыналық түрі бар екенін айттық. 6 түрі, соны жақсылап нетіп алыңыздар, қайталап ұбт-ға кіріңіздер. Баршаға сәттілік. Жақсы, келесі. Алманы 10-10-нан етіп жәшікке сал. Жәшікке сал. Бұл жерде енді сан есімнің қандай мағыналық түрі кездеседі? Топтау, жинақтық, есептік, болжалдық. Жақсылап ойланып көрейік. Оңай сұрақ, оңай. Таптыңыздар ма? Тапты деген ойдамын. Түк қиналатын нәрсесі жоқ. Қараңыздар. Бұл бізде топтау, сан есімі. Енді қараңыздаршы, қайтып оралайық, Қайтып оралайық. Алманы 10-10-нан етіп жәшікке салды. 10-10-нан, Қараңыздар, егер шығыс септігінде, шығыс септігін көрсеңіздер, сан есімге жалғанған, онда бұл бірден топтау сан есімін басыңыздар. Яғни, бізде шығыс септігімен осы топтау сан есімі байланысты, шығыс септігімен, Жақсы. Енді ең күрделі сұрақ осы деп ойлаймын. Білмеймін енді. Сәл ұзын болғаннан ба, сәл шатастыру мүмкін. Қараңыздар. Ау еу жұрнағы жалғанып, тек 7-ге дейін сандарды қамтитын сан есімнің түрі. Енді тапты деген ойдамын. Қандай деп ойлайсыздар, Жақсы. Дұрыс жауабы негізінен қараңыздар, жинақтық сан есімі, Қайтып оралайық. Яғни, осы тұста жаттап алайық. Ау, еу жұрнағы жалғанады, және де 7-ге дейін. Қараңыздаршы, 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу деп 7-мен бітеді. Яғни біз 8-еу, 9-ау, 10-ау деп айта алмаймыз. Яғни тек 7-ге дейін сандарды қамтитын сан есімнің түрі, қайталап айтамыз, жинақтық. Яғни 5-еу, 6-ау деп бүйтіп жинақтап тұр, Жақсы. Осыны жақсылап меңгеріп алыңыздар, түсініп алыңыздар. Жақсы, келесі сұрақ. Болжалдық сан есім бола алмайтын қатар. Жақсы, дұрыстап оқиық. 3-тен 1 дейді, 4, 5, 30 шақты, 80 дейді. Болжалдық сан есім. Болжап тұр. Дұрыс жауабы 3-тен 1. Неге десеңіздер, қараңыздар, бұл 3-тен 1 деген бөлшектік. Бөлшектік 3-тен 1, 2,5, 2,5 деп келеді, бөлшектік сан есім. Енді сұрағымызға қайтадан, яғни сұрақ деппін ғой, берілгенге қайтадан оралса, қараңыздар, көбі менің ойымша осы жерде шатасқан сияқты. Бірден Б жауабын белгілеген сияқты, менің ойымша, бірақ енді қараңыздар. 4, 5. Қанша қызық болып көрінгенмен, бұл болжалдық сан есім екен. Бұл шынымен де болжалдық сан есім. 4, 5 деп. Яғни сандардың қосарланып келу. 4, 5 деп келеді. Немесе 6, 7. Солай деп болжап тұр ол. 80 дей. Енді ол түсінікті. 80 деп болжап шамалап тұр. 30 шақты. Енді шақты көбінде осы болжалдық сан есімді тез жаттап алу үшін, енді көбінде енді ұбт болсын, олимпиада болсын, көбінде осылай келеді, яғни шылауменен, тіркесіп келеді. 30 шақты деп, жуық деп келуі мүмкін, өзі көп осыған байланысты шылаудың түрі сан есіммен нетіп тіркесіп болжалдық сан есімді құрайтын. Жақсы. Түсінген шығармыз, 3-тен 1 деген бізде бөлшектік сан есім. Жақсы, біз енді соңғы сұрағымызға жетіп қалды ғой, шіркін-ай. Жақсы, дұрыстап оқып алайық. Соңғы сұрақты. Дұрыс жазылған сөзді табыңыз.
Қараңыздар, А, Б, С, Д нұсқасын жақсылап оқыңыздар. Бұл немен байланысты ғой атым еді? Орфографиямен байланысты ғой, неге енгіздіңіз деп ойлап қалған шығарсыздар. Бұл негізі реттік сан есім деген тақырыппен байланысты орфографиялық емле, яғни дұрыс жазу емлесі. Енді қараңыздар. Дұрыс жауабы осы 46-шы пәтер. Енді сәл енді пәтер деген қараңыздар, ғасыр кетті, жыл кетті, ай кетті, бірақ пәтер деген сәл ерекшеленіп тұр, бірақ сонымен тауып алған шығарсыздар. Бірақ қараңыздар, негізі дұрыс жазылған деп тұр, 46-шы пәтер дұрыс жазылып тұр. Ғасыр, ай, жыл, біз білеміз, реттік сан есім болса, мысалы 46-шы пәтер, біз дефис арқылы ыншы деген жұрнақты нетіп тұрмыз. Қалай айтсам болады, сіздерге түсінікті болу үшін белгілеп тұрмыз солай, Егер дефис болмаса 46 пәтер болады. Яғни, жалпы мысалы сөйлемде былай келуі мүмкін. 46 пәтер бар. Жалпы осы подъезде 46 пәтер бар деп келсе, 46-ның ортасында дефис қойылмайды. Ал егер қараңыздар, мен 46-шы пәтерде тұрамын десек, онда біз міндетті түрде дефис қоюымыз керек. Себебі дефис сол ортасындағы, өзі сан түрінде беріліп тұр ғой, 46 деген, Егер ол мысалы кәдімгідей сөзбен жазылса 46, онда ыншы деп біз жұрнақ жалғайтын едік. Ал онда бізде мүмкіндік емес, енді жалпы қысқартып әдемілеп жазған енді дұрыс қой. Барынша әдемілеп қысқартып жазған. Сол себепті біз дефис қойдық та ыншыны солай белгіледік, яғни 46-шы пәтер, Немесе көбі осындай қате жібереді, ылғи жазған кезде. Мен мысалы 11-ші сынып оқушысымын. 11-ші сынып. Осы жерде міндетті түрде дефис қойылу қажет. Міндетті түрде. Ал егер мысалы 11 сынып жиналып сенбілік өткізді десе, онда енді ол жерде дефис қойылмайды. Мен осы орфография тақырыбында оны жақсылап айтқан едім. Төменде видеоларым бар еді. Осыған байланысты қарап көрсеңіз болады. Енді біз түсіндік қой, мына жерде 46-шы пәтер дұрыс жазылды. Ал енді қараңыздар, егер ғасыр, мысалы ай, жыл келсе, оның ортасында ешқашанда дефис қойылмайды. Мысалы 10-шы ғасырда туылды, мысалы 10-шы ғасырда туған. Туылды деп оңай, туған. 10-шы ғасырда туған. 10-шы ғасыр ыншы бар, бірақ оны біз дефис арқылы белгілейміз. Бұл кәдімгідей емле, бұл біздің жазу нормамыз, Жалпы енді түсінікті ғой, Сол себепті жаттап аламыз. Ғасыр, ай, жыл келсе, дефис қоймаймыз. Жақсы, осымен сабағымыз тәмам. Сіздерге көптен көп рахмет. Сау, сәлематта болыңыздар.